Менің есімім Абай Аян Күмісбекұлы. Мен Алматы қаласындағы Қазақ топырақтану және агрохимия ғылыми зерттеу институтының кіші ғылыми қызметкері болып қызмет атқарамын. Мен Шу қаласына агрохимиялық картограмманы дайындаудың, топырақ құнарын сақтауда және өнімділікті арттыруда басты құрал екенін айту үшін келдім. Бұл тақырып көрермендерге агрохимиялық картограммалардың тыңайтқыш жүйесін жүргізуде маңыздылығын көрсету үшін. Осы баяндаманы көргенде ауыл шаруашылық тауар өндірушілері өздерінің алқаптарына тыңайтқыштарды белгілі бір дозада беруді үйренеді. Әрине, бұндай жоба аясында жүргізіліп жатқан бағдарламалар еліміздің ауыл шаруашылық тауар өндірушілеріне, шаруа қожалық иелеріне, фермерлерге өте маңызды деп ойлаймын. Фермерлерге кеңесім осы ауыл шаруашылық өндірісін ғылыммен ұштастырып бірге атқаруды кеңес беремін. Қазіргі уақытта елімізде қант қызылшасын өсірудің маңыздылығы өте жоғары болып тұр. Ол яғни техникалық дақылдарды өсіру еліміздің экономикасына да тиімді болып саналады. Елімізде осы қант қызылшасын өсіру үшін белгілі таралған 3 топырақ типі бар. Сол топырақ типтерінің бірі шалғынды сұр топырақ, осы Жамбыл облысында кең таралған. Сондықтан қант қызылшасын өсіру осы топырақ типтеріне қолайлы болып саналады.